Сәлем оқушылар. Бүгінгі биология сабағында біз сіздермен қозғалыс бөлімінің өсімдіктердегі қозғалыс тақырыбын қарастырамыз. Яғни оқуымыздың мақсаты өсімдіктердің қозғалысы себептерін түсіндіріп, қозғалыстың маңызын сипаттау. Олай болса, сабағымызды бастайық. Жалпы біз білеміз, өсімдіктердің жануарлардан, адамдардан айырмашылығы бар екендігін, яғни қозғалыс есебінде. Яғни олардың жасушаларында арнайы қозғалысқа қатысатын бұлшықет элементтері болмайды. Бірақ та бұл өсімдіктер мүлдем қозғалмайды деген сөз емес. Яғни өсімдіктер белгілі бір есепте ғана қозғала алады. Мысал алатын болсақ, олар енжар түрде қозғалады. Яғни бұл қалай? Бұл өсімнің тозаңдарын жел арқылы тарату арқылы, немесе өсу арқылы қозғалады екен. Яғни өсімдіктер не үшін қозғалады деген сұрақ қойып, соған жауап берсек, біріншіден өсімдіктер жаңағы қоршаған ортаның қолайлы жағдайларына қарай бағытталу үшін қозғалады екен. Екіншіден, олар өздерінің жаңағы жарыққа қарай ұмтылу нәтижесінде қозғалады. Неге? Себебі оларда фотосинтез процесі жүретіндігін білеміз. Ал фотосинтез процесіне міндетті түрде жарық қажет болып табылады. Енді осы қозғалу реакциясына байланысты өсімдіктерді біз екі топқа, екі реакцияға бөліп қарастырамыз. Яғни біріншісі ол бізде тропизм деп аталады, ал екінші реакция түрі ол бізде таксис. Яғни тропизмға тоқталсақ, тропизм дегеніміз не? Тропизм бұл өсімдіктің қандай да бір тітіркендіргішке қарай бағытталып өсуін айтамыз. Яғни өсімдіктің өсуіне белгілі бір зат әсер етті дейміз. Яғни өсімдік соған қарай бағытталады. Яғни мұндай жағдайда бір өсімдіктің белгілі бір мүшесінің иілуін байқауға болады. Бұл бізде тропизм процесі. Ал таксис дегеніміз ол табиғаттағы әртүрлі жағдайлардың, соның ішінде физикалық, химиялық факторлардың әсер етуі нәтижесінде организмдердің жаңағы орын алыстыруын айтамыз. Яғни тек организмдер ғана емес, жеке жасушалар немесе жасуша ішілік құрылымдар орын ауыстырады. Яғни мысал алатын болсақ, бактерия, бір жасушалы балдырлар, жыныс жасушалары, қан жасушалары және де саңырауқұлақтардың кейбір жасушалық түрлерін айтсақ болады. Біз айтып кеттік тропизм деп, яғни тропизмді негізінен екі топқа бөліп қарастырсақ болады екен өз ішінде. Бірінші ол бізде жағымды тропизм және де жағымсыз тропизм. Жалпы жағымды тропизм дегеніміз не? Яғни біз айттық, тропизм процесі кезінде өсімдікке белгілі бір тітіркендіргіш әсер етеді деп. Яғни мысалы суретке қарайық. Суретте бізде бөлме өсімдігі және де жарық лампа көрсетілген. Бұл жерде жарық бізде тітіркендіргіштің орнында тұр деп қарастырсақ, бөлме өсімдігі, яғни оның сабағының сол жарыққа қарай бағытталып өскендігін көреміз. Яғни бұл бізде жағымды фототропизм деп аталынады. Және одан бөлек бізде жағымды геотропизм және де жағымсыз геотропизм деген түрлері де кездеседі. Мысалы, жағымды геотропизмге айтайық. Яғни жердің тартылыс күшінің есебінен топыраққа қарай еніп өсуін тамырының, бұл бізде жағымды геотропизм деп аталынады. Ал жағымсыз геотропизм дегеніміз ол мысал алатын болсақ, топырақта қандай да бір химикалық заттар болса, егер топырақтың құнарлылығы өте төмен болса, өсімдік содан қашып басқа жаққа қарай өзінің бағытын өзгертіп өсіп кетуі мүмкін. Яғни бұл бізде жағымсыз геотропизм деп аталынады екен. Келесі осы жарыққа тоқталсақ, яғни біз тіршілік иелеріне, тірі организмдерге қандай да бір экологиялық факторлардың әсер ететіндігін білеміз. Соның ішінде мысалы жарық та экологиялық фактор ретінде қарастырылады. Осы орайда, яғни өсімдіктерге жарықтың қалай әсер ететіндігін айтсақ болады. Және жарықтың әсер етуіне қарай өсімдіктерді жарық сүйгіш өсімдіктер және де көлеңкеге төзімді өсімдіктер деп екі топқа бөліп қарастырамыз. Енді екеуіне жеке тоқталсақ, жарық сүйгіш өсімдіктер, олар бізде қандай өсімдіктер? Жарық сүйгіш өсімдіктер ол бізде ашық кеңістікте өсетін өсімдіктер, яғни көлеңкелі жерлерде емес, ашық кеңістікте өсетін, күннің тікелей қатысуымен, яғни жарықтың қатысуымен, күннің өсімдікке тікелей әсер етуімен өсетін өсімдіктер, яғни күн тікелей әсер ету нәтижесінде өсімдік өзінің өсуін тоқтатпайды. Керісінше ол өте жақсы жағдайда өсіп дамитын болады. Жарық сүйгіш өсімдіктерге негізінен өте көп өсімдіктер жатқызылады. Мысал алатын болсақ, қарағайды алсақ болады. Қарағай бізде жарық сүйгіш өсімдік.
Одан бөлек түймедақты алсақ болады. Түймедақ та бізде жарық сүйгіш өсімдікке жатады, және де эвкалипт ағашын айтсақ болады екен. Келесі ол көлеңкеге төзімді өсімдіктер. Яғни көлеңкеге төзімді өсімдіктер дегеніміз бұл мүлдем жарықты қажет етпейтін өсімдіктер, яғни ол ормандарда, көлеңкелі жыраларда өсе беретін өсімдіктерді жатқызамыз. Яғни бұл жерде егер де күн сәулесі жаңа өсімдікке тікелей әсер ететін болса, ол мүлдем нашар дамиды, яғни дамуын тоқтатуы мүмкін. Сондықтан да олар жарықты мүлдем қажет етпейтін болады. Ендеше көлеңкелі төзімді өсімдіктерге біз негізінен інжугүлді жатқызсақ болады екен, және де саумалдық, әйкен, одан бөлек қазтабанды жатқызамыз. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі сабағымыз осы. Яғни біз сіздермен өсімдіктердегі қозғалыс түрлері, яғни қозғалыс реакцияларымен таныстық. Одан бөлек жарықтың өсімдікке қалай әсер ететіндігін және де оған байланысты қандай экологиялық топтарға бөлінетіндігін қарастырдық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.